Сейдедейim. Aç ışıkты. Ой, Сейде, emне болдың? Күйгіздейм алдығы билікті. Көрбай тұрасың мен ап келдім. Emне? Hazırkı zamanda әркім өзін ойлаш керек. Чүш, болды. Өніңді шығарма деп атам. Ансыз деле қылшыбайы үңкірді кешеңден керен соғып қылчылдап отырғаным жетішеді. Саған не? Елдің балдары жақсы болып қалды ба? Өзіңдің балдарыңды ойласаң болады. Hazır шындай заман, әркім өзін өзі ойлаш керек. Ешкім сенің қазаныңа аш салып бермейді. Түшіндің бе? Андан көрі Muhitті salp жегіле дағы, сөгін жерге көміп салғыла. Ұқтың бұ? Ұқтың бұ да атам мен саға. Мен антып жаша албаймын. Мен мұғдайым, өзім үшін жашағым келе. Мен кеттім. Алло, Джесси болып жатат? Роберт, қандайсың? Қаяқтасың? Киттерді көрдім дейсің бе? Шашпачы бай болғыр. Емне мұнша делеріп алғансың? Киттер жөнінде сен келгенде айтып бересің маға, мақұл бу? Роберт, сілер асманда жүргенде бұяқта қандай сонын оқымыштар болып жатар, білесің бе? Елдің бардығы Трибун газетасын оқып жатышат. Салоныңарда жаңы газеталар бар бы? Сілерде қайдан газета болмағылы? Анда келгенде оқисың. Жоқ, азы түшіндіріп айта албаймын, Роберт. Ал өтті чоң материал. Қысқаша айтқанда, оқсаң, космостағы монах Филофей Рим папасына хат жазған емес. Ал хатында болса, мұндан ары адамдар бұл жарық дүниеге келүүнү же келбөөнү өздөрү чечет эмиш. Оба, ошолгандай болсун. Бул бир сенсация деп да айта албайм. Айтор түшүнбөйм. Бияктагы элдердин бардыгы Трибун газетасын окуп, ал тургай кээ бирлери жеңигенип, газетаны жер менен жексен кылабыз деп жатышат. Роберт, келгиниң. Келип өзүң материал менен таанышкының. Ал эми сенин досторуң болсо, сенин оюңду угалы деп жатышат. Сен мага келгенде киттер жөнүндө айтып бересиң. Макул. Саламатта кал.